Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен тары, оның құрамы, пайдалы қасиеттері және зияны туралы айтатын боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Тарының құрамы бұл фолий қышқылы, пантотен қышқылы, ниацин, рибофлавин және B6 витаминдерінен басқа кальций, мыс, фосфор, калий, магний, марганец және селен сияқты талшықтарға бай. Олар антиоксидантты қасиеттерге ие. Сонымен қатар тары көмірсулар мен ақуыздарға бай. Бұлар құрамында глютен болмайды. Тары денсаулық сақтау дүкендер, органикалық базарлар және мамандандырылған базарларда сатып алынады. Тарының түсі сары, қара, жасыл немесе қызыл дәндер түрінде кездеседі. Әдетте сары түсті тұқымдар көп тұтынылады. Тарының пайдасы: тары ас қорытуды жақсартады, астманың дамуына жол бермейді және организмнен токсиндерді шығарады. Тары бүйрек аурулары мен қант диабетімен күресуге, қатерлі ісік ауруларын азайтуға және бұлшықеттердің денсаулығын сақтауға көмектеседі. Тары сүйектерді нығайтуға көмектеседі. Фосфор мен магнийге бай, олар сүйек түзілуін және сүйек массасын жоғарылататын минералды заттар болып табылады. Бұл сүйектерді мықты және сау ұстауға көмектеседі. Сонымен қатар тары беретін магний ішек арқылы кальций мен фосфор сіңуін күшейте алады. Бұл сүйектердің нығаюына ықпал етеді. Остеопорозды емдеудің тамаша нұсқасы болып табылады. Тары жүрек қан тамыр ауруларынан қорғайды. Тарыда болатын еритін талшықтар тамырдағы майлы біләш түзуге жауап беретін жаман холестерин мен триглицеринді азайтуға көмектеседі. Өйткені бұл тағамдағы майдың сіңуін азайтады. Осылайша тары артериялардың жұмысын жақсартады. Инфаркт, атеросклероз және инсульт сияқты жүрек қан тамырлар ауруларын алдын алады. Сонымен қатар тарыда кездесетін флавоиндар мен фенол қышқылы антиоксидантты әрекетке ие. Бұл жасушалардың зақымдануын азайтуға, қан тамырларын сау ұстауға көмектеседі. Ал магний мен калий қан тамырларын босаңсытып, қан қысымын басқарады. Тары қандағы глюкозаны бақылауға көмектеседі. Ол қарапайым емес, күрделі көмірсуларға бай. Оны гликемиялық индексі төмен тағамдарға айналдырады. Ақ ұнға қарағанда ұзақ сіңіріледі. Бұл қант диабетімен ауыратын адамдарға қандағы қант деңгейін оңай басқаруға мүмкіндік береді. Тары магний қант диабетімен ауыратын адамдарға инсулинге төзімділігін төмендетуге көмектеседі. Сонымен қатар тарыда кездесетін флавоинді оксиданттар әрекеті бар. Олар екі типті қант диабетінің қоздыратын маңызды ферменттерді тежеп, глюкозаның сіңуін бақылайды және олар қант диабетін алдын алуға көмектеседі. Тары анемияны алдын алады. Фолий қышқылына және темірге бай, олар қан жасушалары мен гемоглобиннің түзілуі үшін маңызды рөл атқарады. Осылайша денеге осы заттардың беру кезінде тары гемоглобин мен эритроциттердің жеткілікті деңгейін ұстап тұра алады. Мысалы, шамадан тыс шаршау, әлсіздік, тырнақ және шаш сынғыш сияқты анемияға байланысты белгілердің пайда болуына жол бермейді. Тарыдағы триптофан стеаратин деңгейін жоғарылатады. Бұл стрессті жеңуге, депрессияны болдырмауға көмектеседі. Тары жеу ұйқы сапасына жағымды әсер етеді және демалуға ықпал етеді. Ал көзге келсек, тары құрамына катаракта дамуына жол бермейтін антиоксиданттар бар. Олар ауруды тудырмайтын ферменттерді бейтараптандырады және көру өткірлігін жақсартады. Тары тұтыну астма белгілерін азайтады және оның дамуына жол бермейді. Ферменттері ысқырықты, ентігу, демікпе ұстамаларын төмендетеді. Тары ас қорыту жолдарын жақсартады. Талшық көзі болып табылатын тары көмегімен ас қорытуды жақсартуға, іш қатуды, газ түзілуін, іштің кебуін жоюға болады. Бұл сондай-ақ асқазан ішек жолдары ауруларының ықтималдығын төмендетеді. Арықтауға арналған тары тәбетті төмендететін құрал ретінде табылады. Оның құрамында триптофан бар. Ол сіздің қанықтылықты сақтауға және салмақты басқаруға көмектесетін амин қышқылы. Тары баяу қорытылып, аштықты тез қанағаттандырады, шамадан тыс тамақтанудың алдын алады. Ал енді тарының зияны туралы айтатын болсақ, тарыда қалқанша безінің гормондары мен йодтың қалқанша безінің сіңуіне жол бермейтін заттар бар. Тарыны шамадан тыс тұтыну қалқанша безінің ұлғаюына
әкелуі мүмкін. Бұл терінің құрғауы, реакцияның баяулауы және депрессиямен жүреді. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.